боюнча кабылган чаралар тууралуу караганда баспасөз конференциясын баштайбыз. Анабыздын пикерин тастоого уруксат этиңиздер. Сайланған депутаттарына мураттуу Ақтөбе облыстық полиция департаменти бастыгынын полковнигі. Ардын Муратуллановна, қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті Ақтөбе облысының тұрғындары, қонақтары, жол жүрісіне қатысты толғаулар айтуға бүгінгі мына мүмкіншілік пайдаланып отырып статистикаға тоқталып өтейін. Қазіргі таңда жол көлік оқиғалары 16,7%-ға көбейіп отыр. Былтырмен салыстырғанда онда жарақат алғандар. Енді қаза тапқандардың санын беретін болсақ, өкінішке орай өсім байқалады. Осы екінің пайызы, яғни 19-дан 25-ке. Бұл жерде бір 2-3 жол көлік оқиғасын айтқым келеді. Қайғылы облысымызға біреуінде Алданнан қайтыс болды, Байрайым ауданының келген Шұбарқұл елді мекенінен 45 километрден шыққаннан кейін кешкі уақытта жол жағдайы жақсы, бәрі белгісіз себептермен қарама-қарсы бағытқа соғып Алданнан қайтыс болды. Екінші жол көлік оқиғасы дәл осылай Ақтөбе қаласынан 17 шақырым шыққан жерде Мәртөбе ауылына қарады. Сол Мәртөбе ауылының тұрғындары 17 километрлік жерде қарама-қарсы жатқан көлікке соғады. Себебі ұйықтап кеткен, оның алдында бірнеше күн ұйықтамаған. Былайша айтқанда сол төрт адам қайтыс болды бұл жерде. Және де үшінші жол көлік оқиғасы бұл Қарғалы ауданының аумағында болды. Қар тазалап келе техниканың артынан басып ұзап келіп, қардың борандығына қарамастан қарама-қарсы жатқан жүк көлікке соғып, өзін байқаусызда төрт адам қайтыс болды. Үш жол көлік оқиғасы. Адамның өмірі болғанша біз статистика деп айтқымыз келмейді. Шараларды қозғап өтейін, қандай шаралар қабылданып жатыр және проблемалық мәселелерді. Біріншіден, біз жол көлік оқиғасын екі жерге бөлеміз. Бұл Ақтөбе қаласы елді мекенге өткен инфраструктураға байланысты. Қазірде білесіздер, автокөліктің саны өте көп. Облысымызда 236 мың автокөлік бар. Бірнеше есе өсіп тұрды соңғы жылдарға қараған кезде. Мысалы, 10 мыңнан астам жаңа есепке қойылған автокөліктер бар, өздеріңіз білесіздер, біздің облыста. Солар қазіргі таңда бізде бұрын соңында түс мезгілінде, кешкі мезгілінде бір 5 жыл ары қарай тастап қарасаңыздар, жол кептелісі болмайтын Ақтөбе қаласының. Қазір өте жол кептелісі мегаполис қалаларында, Алматы, Астана қаласында. Бұл бойынша біз өзіміздің күні кеше облыс әкімдігі жанындағы ведомствоаралық комиссияда қаралды, осы мәселе көтерілді. Қай жолдардың енін үлкейту керек, жолағын көбейту керек, светофор қою керек, бағдаршам және тағы басқа. Енді проблемамыздың бірі Ақтөбе қаласында бізде қазір соқтығысу автокөліктердің, сосын жаяу жүргіншіні басып кету. Нақты көшелерді айтатын болсақ, Есет Батыр тұрғын алабы, Абылқайырханда, Сәндібай Батыр, Молдағұлов, біздің нағыз үлкен көшелеріміз. Жол көлік оқиғаларын талдауға келетін болсақ, Ақтөбе қаласында ең көбі бұл күндізгі уақытта 4 пен 8-дің арасында 93 жол көлік оқиғасы, 8 пен 12-дің арасында 83 және 12 пен 4-дің арасында 66 жол көлік оқиғасы тіркелген. 254 адам жарақат алып отыр. Тек соқтығысу себебінен. Көбінесе бұл жаңағы автокөліктің өз бағытындағы артынан келіп соғады. Ал жаяу жүргіншіні қағу 118 дерегі орын алып отыр бізде, соның ішінде 3 адам қаза тауып отыр. Яғни белгіленбеген жерден шығып қалу деген мәселесі. Бұл жерде біз көшелерді жарықтандыру мәселесінде қараймыз. Өйткені бұнда көлік айдап келе жатқан жүргізушінің де жаңағыдай қанағылығын төмендетеді. Екінші мәселе бұл мына республикалық маңызы бар жолдағы жағдай. Былайша айтқанда, республикалық маңызы бар жолдардағы жол көлік оқиғасы небәрі облысымыздың 25% құрап отыр. Яғни бұл небәрі 62 жол көлік оқиғасы болып тұр. Және жарақат алғандардың 30% құрап отыр. Республикалық маңызы жолдар. Ал керісінше қаза болғандардың 63% құрап отыр. Яғни Ақтөбе қаласында елді мекендерде жол
оқиғасының саны көп болғанымен, жарақат алғандардың саны көп болғанымен, бұл жерде олардың қайтыс болу деректері аз. Ал трассада республикалық маңызды жолда керісінше саны аз болғанымен, жарақат алған аз болғанымен қайтыс болу дерегі көп. Өйткені өздеріңіз білесіздер, көлік қарқыны өте көп. Қазіргі таңда мысалы үшін Ақтөбе Қызылорда жолын алып қарасақ, 3-ші категориялы маңызы бар жол. Бұл жолмен 3000 автокөлік тәулігіне жүру керек, интенсивность дейміз. Ал бұл жолмен қазіргі таңда 16000 автокөлік жүреді. 12000-4-5 есе көп автокөлік жүріп жатыр. Сондықтан келе жатқан автокөліктерді қарама-қарсы бағытта соқпауы екіталай. Екіншіден, бұл жолда біз қазіргі таңда Әйтеке аудандық әкімдігінің қолдауымен айыппұл туралы салынды. Яғни түсіндіру жұмыстары жүргізіп келатырмыз неше жылдан бері, алайда түсінбейтін азаматтар бар, өзге елдің азаматтары бар, солардың барлығын Қарабұтақ елді мекенінде айыппұл тұрағына қойып жатырмыз. Кез келген қандай да бір бұзушылықтар жасалса. Екінші мәселе, бұл жолда бізде 5 жасақ болатын бұрын, әр жасақтың арасы 100 шақырым. Қазір соны 10-ға дейін көбейттік, және шақырымның аралығын 50 километрге дейін азайтқызбыз. Енді Ұлғайсын ауылының ар жағына дейін 7 лот дейміз ғой, 7 бөлікке бөлген 4 жолақты болып салынады. 3-5 жылдың арасында салынатын болады. Автокөлік жолдар басқармасы айналысып жатыр. Сол жол салынса, біраз мәселе бұл жолда бізде шешілетін болады. Оның үстіне Ембі, Шалқар, Шалағаш жолын салған, Ырғызға қарата қазір біраз жерде көп автокөліктер Бейнеу бағытынан келе жатқан сол жаққа өту үстінде қазіргі таңда. Ендігі мәселе, біз айтып өтетін болсақ, бізде бұл заманға байланысты осы жас мемлекет толмағандар арасында жол көлік оқиғалары түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Мысалы алсақ, Бауырластар елді мекені. Оқиға жайлы 1-ші қыркүйекте лекция өткізілді. 2-ші қыркүйек күні ата-анасы өзінің баласына 11-ші сынып автокөлікті береді. Ол автокөлікпен ол бала аударылып қайтыс болды. Кеш Бауырластарда. Дәл сол ауылда, сол мектептің 8-ші сынып оқушысы қазан айында, 27-ші қазанда ата-анасы автокөлікті береді. Ол балада автокөлік айдап аударылып қайтыс болды. Мысалы қарасаңыз, бұл жерде әрине айту керек, ата-аналардың балаға деген жақсылық жасайды. Одан қыс әрекеті. Дәл солай қазіргі таңда мопед, самокат алып беріп жатыр. Электр велосипед алып беріп жатыр. Оны бұл балалар білмейді, қалай жүргізу керек екенін, жол жүру ережелерінде дұрыс білмейді. Қазіргінің өзінде биылдың басынан бастап 4 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 6 жасөспірім дене жарақатын алып отыр. Мысалы келетін болсақ, Алға қаласында 17-ші сәуір күні, бір аптада болмас, 3-ші мектептің 8-ші сынып оқушысы мопедпен күндізгі сабаққа бармай, ата-анасы мәлімет бойынша ауруға білген бала жол көлік оқиғасына түсіп отыр. Хромтау қаласында, сол Хромтау қаласының колледжінің 2 студенті мотоциклмен ауылдың шетінде, Хромтау қаласының шетінде мотоцикл айдап жүріп кеше неше түрлі ауыр дене жарақаттарымен ауруханада жатыр қазіргі таңда. Яғни осы эфирді пайдалана отырып айтатын ата-аналар ең біріншіден балаларыңызға жол ережелерін үйрету керек. Үйреткеннен бұрын кішкентай кезінен ол мопед, мотоциклдерді алып бергенді жөн санап полиция. Өйткені ол оның өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Ары қарата жасап отырған шараларды айтатын болсақ, полиция департаментімен 6 жедел іс-шара өткізілді. Осы жылы 139 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылықтың жолын кесті. Оның ішінде жылжымайтын сақтамау ережесі
тұлға жауапкершілікке тартылып отыр. Қарама қарсы бағытта шоу деректері бойынша 370 тұлға жауапкершілікке тартылып отыр. Бұл жерде ескертетін жағдай 6 айға жүргізушілік куәлігін айырылады. Мас күйінде көлік жүргізгені үшін өкінішке орай қазір көріп жатсыздар, барлығы жаппай арыз жазып, амнистия беріңіз, нәпақамызды тауып отырмыз, бала-шағамызды асырап отырмыз, автокөлікпен деген арыздар түсіп жатыр. Соған қарамастан жылдың басынан бастап 364 адам автокөлікті арақ ішпей мас күйде жүргізіп отыр. Ол дегеніміз автокөлікті мас күйде жүргізген ол қылмыскер. Ішкі істер министрлігінің позициясы бұл жерде әрине қатал жаза отыр. 7 жылға автокөлік жүргізу құқығынан айырылады бұл азаматтар. Бұрынғы заң бойынша 3 жыл еді. Кейбіреулері арақ ішіп мас күйде жүргізіп келе жатса да, бір мәселені осы жерде айтып, мастан күйде жүргізу дейді, есірткі немесе алкоголь деген сияқты. Кейбіреулер қазір қымыз ішті деген мәселе туындайды. Әңгіме ол қымыз ішкен емес, қандай да бір психотропты есірткі заттарын қолдану емес. Мәселе бұл жағдайды тексеру үшін біз білікті мамандар медициналық мекемеге жүгінеміз. Медициналық мекеменің дәрігерлері өздерінің тиісті жаңағыдай қорытындысын береді, сол қорытындыға байланысты сараланады. Ол қымыз ішті ма, басқа квас ішті ма, бұл жерде мәселе қаралмайды. Соны түсіндіргім келеді. Екіншіден, кейбіреулері сол мекемеге барған кезде бас тартады өтуден. Бұл жерде медицина мекемесінің дәрігері өзі акт толтырады. Акт толтырғаннан кейін сол акттың күшімен бұл сотқа материал жолданса, іс құжат бойынша 7 жыл емес 8 жылға жүргізуші куәлігінен айырылады. Бұл қолданылып отырған қолданыстағы заңнама қазіргі. Енді Ақтөбе қаласы бойынша айтып отырмын, жаяу жүргіншілердің жаяулар өткелінен тыс жерден өткен үшін, яғни жол көлік оқиғасында әрине екі жақ болады әрдайым. Ол жаяу жүргіншімен автокөлік болуы немесе автокөлік болуы. Жаяу жүргіншілердің өздері көп жол жүру ережелерін бұзады. Осылайша 3922 адам бұзған. Ал жаяу жүргіншілерге қозғалыс кезінде өтуге артықшылық бермеген үшін 1849 олар жауапкершілікке тартылып отыр. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласы, Ақтөбе облыстық полиция департаментінің дрондар, яғни ұшақ аппараттарын қолданып бізде тәжірибеге енгізіліп жатыр. Қарама-қарсы бағытқа шығу, Ақтөбе қаласында жол көлік оқиғаларының алдын алу бағытында осы дрондар қазіргі жүйелі түрде қолданылады. Жалпы атқарылып жатқан шаралар осы. Проблемалық мәселелер бар әрине. Бұл біздің азаматтарымыздың жол жүріс қатысатын тұлғаларымыздың арыздары бар, немесе былайша кездесуге айтатын бар. Бұл Ақтөбе қаласының көшелеріндегі шұңқырлар, колодецтердің қарасуықтар, солардың деңгейі төмен екенін, сондай мәселелердің барлығы шегіндегі жиналыста көтерілді. Барлығы бойынша қолдау табылды және кезең-кезеңмен істеу бойынша шешім алынды. Алтынай заңы бізде жаңа сіз айттыңыз, жол проблемасы болды. Осыған қатысты мемлекеттік жергілікті атқарушы органдар жазаланады. Кімдер және оларға қанша жерде айыппұл Айыппұлдың сомасын айтудың тегісі қарсы, бірақ айтайын, автомобиль жолдарында биылғы жылы 910 тексерулер жүргізіліп, 869 ұйғарым берілді, 115 лауазымды және заңды тұлға жауапкершілікке тартылды жыл басынан бастап. Айыппұлды айтуға қарсы себебін бұл кісі қазір айтып жатыр. Цифрландыру жылы болып саналады биыл. Цифровизацияны
барлық бағыттарда олар қолданылатын жол қарқынды әлі де дамиды. Тұрғындардың айтқан көптеген автоматты түрде жұмыс істейтін кешендер бар. Соның барлығы көбісі ойлайды, жаңағы штраф салып, айыппұл деп жоқ, айыппұл емес, бұл тек қана қауіпсіздік үшін. Тек қауіпсіздік үшін жасалатын нәрсе. Сондықтан қауіпсіздік үшін өзін жол енді жүргізуші болып көрінеді. Жүргізушілер жылдамдықты асырмау керек. Қазіргі таңда мына қауіпсіздік белгілігін ұялы телефонды қолданбау бойынша басқа облыстардағыдай біздер енгізіп жатырмыз облысымызға. Ол жерде нақты қай жерге қоятынымыз және қай жерде жұмыс жасап жатқанын барлығы болғаннан кейін бұқаралық ақпараттардың беріледі. Және трассада біздер орташа жылдамдықты енгізу мәселесі қазір көтеріліп жатыр. Себебі неге? Жүргізуші тұрған жаңағы бейнекамераның қасынан жаяу өтеді да ара-арада жылдамдықты асырып қайтадан жүреді. Ал негізінде ол осы жолда А және Б нүктесіне дейін белгілі бір жылдамдықты асырмай жүреді. Сондықтан орташа жылдамдықты енгізу бойынша қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Шетелдік мемлекеттерде жаңағы анықтау әлі де қиын. Осы жұмысқа қандай технология пайдаланасыз? Жоқ, қиын емес. Бізде Ол жаңағы 50-60-тан кейін анықтап жатсыздар. 50-60 реттен. жоқ, қараңыз, мысалы ол шетелдік автокөлікті шетелдік автокөлікпен толған. Кейбіреуі 10 автокөлік алып келеді, кейбіреуі 1 автокөлік. Сол Беркут деген база бар. Сол Беркут деген база мына әкімшілік бұзушылық база екеуі бірге қосылған. Яғни сол границадан алып келген тұлғаның атынан өтті автокөлік, соның атына айыппұл төлейді. Ол автокөліктің алып келіп біреулерге сатып жіберсе де құжатсыз. Құжатсыз айналымда олар. Сол 10 автокөліктің айыппұлы сол кісіге келіп тұрады. Барлығы. Кейбір мәселелер бар енді. Бір-біріне заңды түрде сатып, бір-біріне қолданбағасын сен төле, мен төле деп жүрген мәселе бар. Сіз айтып отқан жаңа автокөліктер, бұл барлық автокөліктерде де бар. Шетелдік тіркеуде де, Қазақстандық тіркеуде де автокөліктер бар. Ол автокөліктерді біздерде рейтинг жасалады. База бойынша қорғау жүйесі жақсы қолданылады бізде. Қорғау жүйесі бойынша сол қорғау жүйесіне енгізіледі. Қорғау жүйесі деген не дегеніміз? Ақтөбе облысында барлық тұрған камералардың астына өткен кезде сол автокөлік өтсе, бізге жедел басқару орталығына сигнал түседі. Осындай автокөлік өтеді. Жедел басқару орталығында отырған оператор сол жердегі жасаққа хабарлайды, немесе сол жасақтың қазірде планшеттерінде қосылып тұр. Жақын тұрған жасақ барады да сол автокөлікті ұсталады. Бұрын соңды біз осы қорғау жүйесі болмаған кезде 10 миллионға дейін айыппұл бар автокөліктер болды. Бір автокөлікке 10 миллион, 11 миллион. Қазіргі таңда әрекетсе 1 миллион 500 мың сондай айыппұл. Шетелден қай елден көп әкелінеді көлік? Енді оны біз айта алмаймыз. Өйткені бұлардың барлығы мемлекеттік тіркеуге келіп жүрген жоқ тұлғалар. Ал енді бір анализ жасап, күнделікті тәжірибеге сүйенсек, онда Грузия елінің мемлекеттері. Әрине өзінің оның барлығы нелері бар ғой, тараптары бар, өзінің барлық шарттары бар. Сол шарттың барлығы тек қана қаражатқа келіп тірелетін болғандықтан қазіргі таңда көбісі тіркеуден